Біз Ресейде туылып, сол жақта тұрып жатырмыз. Біз жергілікті қазақпыз. Сол жақта тұрамыз. Алыстағы ағайын. Көбі білмейді, Арабияда қазақтар бар ма? Мен Арабиядан қазақ десем, бары ойланып қалады. Алыстағы ағайын. Мысалы, Өзбекстанда ондай мүмкіндік жоқ. Бір сөзіміз қазақша болса, 10 сөзіміз арабша болады. Атамекенімізге келіп, мүмкіншілік болып, сіздерге қазақшамен жеткізуге тырысамын. Сіздерге рахмет тыңдағандарыңыз үшін. Алыстағы ағайын. Алыстағы ағайын. Армысыздар, ардақты радио тыңдаушылар. Алыстағы ағайын хабармен микрофон алдында Жазира Мантай. Қазақ хандығының 550 жылдығы ұлт тарихындағы айтулы кезең. Жалпы ұлттың тұтас тарихы ұрпақ игілігіне қызмет етеді. Жұмыла көтерген жүк жеңіл демекші, ұлы дала елінде ғұмыр кешкен еңселі тұлғалар, баһадүр батырлар, ақсүйек хандар мен бірлікшіл билеріміздің тағылымы қай жерде жүрген қазақ баласы үшін де рухани сабақ. Тарих беттеріне қатталған қилы замандардың белесінде тағдыр айдап әлемнің 40-тан аса еліне тардай шашылған қазақ қандастарымыз да ұлттың игілікті ісінде үйісіп өздерінің еселі үлестерін қосты. Қазақстанға келіп, осындай жалпыұлттық мерейтойдың арасында болып, қазақ хандығының 550 жылдығын ата-бабасының кіндік қаны тамған атамекенде мерекені халықпен бірге көргісі келіп армандаған шетелдегі қандастарымыздың бұл қалауын халықаралық жанашыр қоғамдық қоры орындады десе де болады. Жанашыр қоры шетелде тұратын қазақтармен қарым-қатынасты нығайту мақсатында шетелде тұратын қазақ диаспорасының өкілдерін қазақстандық қоғаммен ақпараттық жұмыс жүргізу үшін жұмылдыру атты жобаның аясында Германия, Түркия, Франция, Финляндия, Австрия, Дания, Қытай, Ауғанстан, Иран, Сауд Арабиясы, Ресей, Ұлыбритания, Монғолия елдерінен келген қазақ қандастарымызды шақырып, еліміздің Алматы, Қызылорда, Түркістан, Кентау қалаларында ақпараттық топтың жылжымалы жиналыстарын өткізсе, шетелдік ағайындардың бұл сапарының қорытындысы да Астана қаласында басталып, Тараз қаласында жалғасын тапқан, дүйім дүние көз тіккен дүбірлі той өткен көне Тараз жерінде түйінделді. Осы шара үшін арнайы сонау Францияның Париж қаласынан келген Франция қазақтарының ақсақалдар алқасының төрағасы, Құран кәрімді аударған әйгілі ғұлама Халифа Алтайдың ұлы Әбдусамет Алтай еліміздің оңтүстік өңірлеріне алғаш рет болған сапарының теңдессіз, мол әсерлі болғандығымен бөлісті. Халықаралық жанашыр қорының шақыру бойынша шетелде тұратын қазақ диаспорасының өкілдері ақпараттық топ мүшесі ретінде Қазақстанға келіп отырмыз. Қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл. Қазақстанда тұратын қазақтар менен шетелде тұратын қазақ жұртшылығына Қазақстанда болып жатқан нелерді жеткізу биыл бастаған шара. Бізше бұл жақсы бір әсер қалдырады, жақсы мағлұматтар бізге келді, сұрақтарға жауап берді, көп сұраныстар болды. Алматыда қалалық мұрағатында да журналистермен дөңгелек үстел өткіздік, конференция болды. Жанашыр қоры биыл жақсы ұйымдастырған екен. Оңтүстік Қазақстандағы Қызылорда, Кентау, Түркістан, Таразда өтіп жатқан ұлы тойға қатысуды ұйымдастырған екен. Пікір алмасы болды. Студенттердің кейбір сұрақтар, сырттағы ел қазақ дәстүрін сақлап келе жатыр ма, тілін сақтап келе жатыр ма деп сұрақтар қойды. Шетелде тұратын қазақтар тілімізді жақсы сақтай алмасақ та, қазақтың салт дәстүрін жалғастырып келе жатырмыз. Бала туғаннан бастап, дүниеден қайтқанша қазақта не істесе, бізде сол бесік тойдан бастап барлығын істеп отырмыз. Бет ашар болсын, құда түсу, ешбір айырмашылық жоқ. Алматыдан атбасын оңтүстік Қазақстанға бұрдық бірталай ұлы тұлғалар дүниеге келген сол топырақтан. Қызылордада ең алғашқы машинамен кіре қалғанда көшелердің аты ыңғай қазақша, патшаларды болсын, билер болсын, содан аты сол бір жақсы әсер берді алдыменен. Осы жолғы сеппен қатты ұнады маған. Жақсы бір әсер алып қайтып бара жатырмыз. Қазақ хандығының құрылуы, қазақ халқының қалыптасуы үдерістен қорытындыланған тарихи оқиға болды. Германияның Кёльн қаласында бүгінде 150 қазақ отбасы түтін түтетіп отыр. Сол жақтағы 150 қазақ отбасына елдігіміздің көрінісі болған Қазақстанда өткен қазақ хандығының 550 жылдығының тағылымын айтып, жеткізу үшін Кёльн қазақ қоғамының төрағасы Шұғайып Ерол қандасымыз арнайы жеткен болатын.
Almanya'nын Köln қаласында 150 семья тұрады. Қазақтар бір-бірімен байланысы бар. Қазақ жастары Қазақстан туралы жақсылықтарды ең алдында келе жатқанын, елбасымыздың тыныш саясатының арқасында ilgari келгенін сол Alman газеттерінен оқып қуанышқа бөлінеміз. Біріккен ұлттар ұйымында елбасымыздың қазақ тілімен баяндама жауғаны бүкіл дүние жүзін біздерді қатты қуандырды. Риза болдық. Сырттағы қазақтар қазақ хандығының 550 жылдығын тыс қалмайық деп Көліндегі қазақ мәдени орталығы атынан келдім. Халықаралық жанашыр қорының шақыруыменен осы 2 аптаға келгенбіз Қазақстанға. Алматыда болдық. Ол жерде газеттерменен, журналдармен шетелден келген диаспора жанашыр қоғамның кездесуімен шеттегі қазақтар туралы әңгіме болды. Оның кейін Қызылордаға пойызбенен жүрдік. Сонда қазақтың кең даласын көріп, пойызбен кеткен бізге қызықты болды. Әсіресе Қанат Айткөл Құдайбергенов семьялары өте жақсы. Бізді барғанша қазақтың әнін, күйлерін естіп, қазақтың кең даласын көріп, бізге үлкен әсер етті. Қызылордаға алғаш барғам. Қызылорданың елі де өте меймандос екен. Біздерді жақсы қарсы алды. Бұрындан күтігінімізден бүкіл түрк дүниесіне белгілі Қорқыт Атаға бардық. Одан үлкен әсер алдық. Сырдарияны көп естуші едік. Сырдарияның шетіне барып, суына қолымызды батырып, өте жақсы болды. Одан ары Түркістанға Ахмет Есеви бабамыздың маузолейіне бардық. Түркияда көп танымал Ахмет Есеви халықаралық университетінде студенттері өте жақсы бір кездесу болды. Кеңтауда халықпен кездесу болды. Біз қатты риза болдық. Оның кейін Жамбылға келдік. Елбасымыз сөйлегенде жақындан көріп, ол кісінің шетелден 17 мемлекеттен келген қандасымыздарға қош келдің дегенде бір көтеріп қалдық. Біз елеп айтқанына. Қазақ хандығының 550 жылдығын ең үлкен Қазақстанда тойдың ішінде болғанымызға біз қатты бақытты санаймыз. Бір тарихи бір күн деп білеміз. Негізі осы келу себебіміз де осы болатұғын. Алманиядағы қазақтардың атынан Көлінде отырған 150 қазақ семьясының атынан ел аман болсын, елбасымыз аман болсын, жақсылықтар бұдан артық келе берсін деп тілеймін. Тараз қаласындағы Керей мен Жәнібек хандар монументінің ашылу салтанатында елбасымыз айтқан алыс жақын 17 мемлекеттен қандастар мен қонақтар келіп отыр деген сөзіндегі қонақтардың 12 мемлекетін құраған. Халықаралық жанашыр қоғамдық қоры шақырған шетелдік қандастарымызды Тараз қаласының облыстық ана мен баланы аялау орталығы мен облыстық білім департаментінің ұжымы бірігіп қошаметпен қарсы алды. Орталықтың ерекше қызметін ұсынған дәрігер қызметкерлер Ғұлам Омаров пен Қуаныш Көпбаевтың еңбегіне разы болған алыстағы ағайындар, ақ қалатты абзал жандар орталық қызметкерлерінің баршасына өз ризашылықтарын жаудырды. Ал шетелдік қандастарымызды өз дәрежесінде күткен орталықтың қызметкерлері алыстан сапар шеккен қонақтарды күтіп алып, тарихи оқиғаның куәгері болғандығын өздеріне бақыт санайды. Мен есімім Сәкен Жұмашев Шералханұлы. Тараз қаласында нөмір 1 қалалық ауруханасында бас дәрігерінің орынбасары болып жұмыс істеймін. Хирургия жағынан ол салада жұмыс істегеніме 23 жыл болды. Қазақ хандығының 550 жыл толуына байланысты осы Жамбыл облысы мен Шу өңіріндегі соңғы хандықтардың ордасы болып саналады. Соған байланысты шетелден келген қазақтар қоғамын күтіп алдық. Бір шетінен бізге енді қуаныш қандастарымызды өзіміздің ескі Қарахан бабамызды кесенесін көрсетіп, Айша бибі кесенесіне Құран бағыштап, сол кесенелердің сәулеттігіне таңғалып, отандастарымыз, шетелдегі қандастарымыз Тараз қаласындағы жібек жолында өткен хандарымыз жолын көрсетіп, Европадағы қандастарымыздың өзіміздің қандай деңгейде жеткенімізге ол кісілер өте риза. Және де ескі қалашықтарымыз оны да көріп, ол кісілеріміз таңғалып, оң батасын беріп жатқан. Шетелдік қандастарымыздың айтуына қарағанда, Ислам Жемени деген өзіміздің жазушымыз, Рашиди қазақ хандығының және де қазақтардың өрім-бұтағы шыққан күннен бастап түрік тілдес әдебиеттерімізді аударушы, сол кісімен бірге екі ирандық азаматымыз келген тарихшы. Сол кісілер біздің өтіп атқан мейрамымызға қарап, президентіміздің хандардың ескерткішін ашуына қарап, күткенімізге қарап, олар біздің кеңдігімізге таңырқауда. Тараз қаласындағы тарихи мәдени ескерткіштердің толыққанды қандастарымызды таныстырып өттік.
Халықтың тасқа басылған тарихы шетелдегі қандастардың кіші құрылтайларында елбасының жолдауы үнемі талқыланады. Осы жылы да елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Нұрлы жол болашаққа бастар жол жолдауында айтылған мәселелерге Еуропадағы қандастарымыз қанықты. Атажұртқа алаңдап, Қазақстанда атқарылған жақсы істерді естіген сайын түлеген құстай қуанып, елдің тілеуін тілеп отыратын Еуропа қазақтарының басын біріктірген Еуропа қазақтары Федерациясының төрағасы Әбділқайым Кесежей де сонау Германияның Мюнхен қаласынан осы жиын үшін арнайы ат арылтып жеткен еді. Биыл елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың халыққа жолдауында 100 қадам ұлт жоспарында көрсетілгендей Қазақстанда елеулі 4 шара атап өтілді. Қазақстанның ата заңының 20 жылдығы, Қазақстан Халықтар Ассамблеясының 20 жылдығы, соның ішінде ең маңыздысы қазақ хандығының 550 жыл толуы. Қазақтардың 5 миллионға жуық бөлігі Қазақстаннан тысқары жерлерде тұрып жатыр. Еуропада да қазақ диаспорасының елеулі бір бөлігі өмір сүреді. Олар оннан аса елде тарап. Әрине Еуропадағы бұл қазақтар жалпы қазақ халқының ажырамас, бөлінбес, құрамдас бір бөлігі. Қазақстандағы болған оқиғаларға олар да елең етіп қарап отырады. Сол себепті олар да биылғы қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толуына арналған шараларды қадағалап қарап отыр. Әрине қай қазақ болмасын, қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толғаны сияқты оқиғаны мақтанышпен қарсы алады. Бұл Еуропадағы ағайынды да толғандырған құбылыс. Осы орайда Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің тапсыруы бойынша халықаралық жанашыр қорының бастауымен біз осы шараларға қатысу үшін атбасын атамекенге тіредік. Осы шаралар шеңберінде болып жатқан барлық құбылыстарды ата жұрттан жырақ жүрген Еуропадағы қазақ диаспорасының өкілдеріне жеткізу үшін, олардың осы бағыттағы ой пікірлерін атамекенге білдіру үшін құрылған жанашыр халықаралық қорының ұйымдастыруымен ақпараттық топ құрамында соның мүшесі ретінде осында келдік. Кентау қалалық әкімиетінің ұйымдастырған қазақ хандығының 550 жылдығына орай өтілген тарихи тақырыптағы конференцияда да болдық. Біздің бұл сапарымыздың соңғы нүктесі тарихи Тараз қаласы болды. Жәнібек пен Керей ханға арналған мәңгілік ел монументінің ашылу салтанатына да қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толуына байланысты ұйымдастырылған шараларының барлығына дерлік түгелдей қатыстық деуге болады. Енді біз бұнда алған әсерлерімізді, түйген ой пікірлерімізді Еуропадағы қазақ диаспорасының өкілдері арасында да таратып, биыл осы қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толуына орай өткен шаралар, оның маңызын оларға насихаттаймыз. Біздің де қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толуына орай өз тарапымыздан атқарылатын бір шаранда атап өткім келеді. Еуропа Қазақ Қоғамдары Федерациясы мен оның құрамындағы қазақ қоғамдары тарапынан жыл сайын Еуропа қазақ диаспорасы жастарына арналған конференция өткізіп тұратындығын білесіз. Біз кезекті конференцияны, яғни Еуропа қазақ диаспорасы жастарына арналған биылғы конференцияны желтоқсан айының 19 күні Ұлыбританияның астанасы Лондонда сондағы қазақ қоғамымен бірге өткіземіз. Еуропа қазақ диаспорасы жастар үшін дайындалған осы конференцияны биыл біз қазақ хандығының құрылғанына 550 жыл толуына арнап отырмыз. Ресей мемлекеті мен Қазақстанды бір кеменің жолаушысы десе де болғандай. Ресейдегі Астана қорының президенті Мәскеудегі қазақ балаларын қазақ тілі мен әдебиетіне оқытып, тіліміздің ұмытылмауына, салт-дәстүрлерімізден ұрпақтардың мақұрым болмауына қызмет етіп жүрген Жарқын Өтешева шетелде тұратын қазақ диаспорасының өкілдерін қазақстандық қоғаммен ақпараттық жұмыс жүргізу үшін жұмылдыру ақпараттық тобының бір мүшесі, Ресейден арнайы шақырылған сыйлы қонақтардың бірі.
Қазақстанның спорт және мәдениет министрлігінің қолдауымен Қазақстандағы халықаралық жанашыр қорының шақыруымен келіп жатырмыз. Бұл әрбір елдегі қазақ диаспорының өкілдерінен құралған ақпараттық топ. Біздің міндетіміз Қазақстанда болып жатқан хандығымыздың 550 жылдығына байланысты біздің өзіміз тұрып жатқан әрқайсымыздың шетелдегі азаматтарға таныстыру, біздің халқымыз үшін орны қандай, мақсаты, маңыздылығы қандай, соны айтқымыз келеді. 2004 жылы елбасының жарлығыменен шетелде тұратын қазақтардың, қазақ балалардың тілінің және еліндегі салт дәстүрдің, халқымыздың салт дәстүрінің жойылмауына байланысты өткізілетін Қазақстан ата жұртым, қасиетім ана тілім дегенге елдің тарихын таныстыру, экономикалық жағдайын таныстыру, елдің қалай өсіп келе жатқанын, біздің өміріміздегі алатын орнын білдіру. Ресейдің ішінде 30 мыңдай қазақ бармыз. Ол өте таралып орналасқан қаланың ішінде. Сыртта қазақтардың әрқайсының арманы бір орталық болса, бәрінің басын қосатын қай елде болса да, бізде бір елде арнайы орталық жоқ. 42 мемлекет орналасқан сыртта. 5 миллион қазақ тұрады деп айтқалы міне 10 жыл болды. Көбейді ғой одан бері. Сондықтан бұл мемлекет тарабынан қозғалатын іс. Осы мына жанашыр қорының бастауымен құрылып отырған ақпараттық топтың ең бірінші алдыға қойған мақсаты хандығымыздың 550 жылдығын тойлаумен байланысты, оны таратумен байланысты. Біз қазақ деп жаны ашитын, тілге жанашыр азаматтардың құлағына айтарымыз, қай елде болса да, кішкентай болса да, бөлмені қазақ тілін оқытуға бөлу. Әр елде бір қазақ тілін оқитын орталық болса. Барлық арманымыз сол. Біздің әрқайсымыздың. Біз тұрып атқан елдегі басқа елдің азаматтары, ұлт өкілдері қазақ тілін оқуға ынталы. Біздің елдің шекаралары қандай, біздің елдің өндірістері қандай өнімдер өндіреді, экономикалық қатынастар қандай. Осының бәріне мағлұмат беруге бір жағынан өзім қуанамын. Міне осындай жағдай. Бүкіл Ресейде отырған 1,5 миллион қазақтың атынан, Мәскеуде отырған 30 мыңдай қазақтардың атынан халқымыз әр уақытта бақытты болсын, аспанымыз ашық, тәуелсіздігіміз торлы болсын. Шар тарапта тұратын қазақтармен қарым-қатынасты нығайту мақсатында шетелде тұратын қазақ диаспорасының өкілдерін қазақстандық қоғаммен ақпараттық жұмыс жүргізу үшін жұмылдыру жобасы болғандықтан, шетелдік қандастарымызды Алматы төрінен бастап еліміздің оңтүстік өңірлеріне болған сапарлары мен Тараз өңіріндегі тарихи оқиғаның куә болу сәтінде ел арасындағы әнші, жыршы өнерпаздар да бірге еріп жүріп өз қолдауларын көрсетті. Олардың арасында Айткүл Қанат Құдайбергеновтермен бірге Жетісу жыр термешілер мектебін жалғастырушы, дәстүрлі ән өнеріміздің насихатшысы Әбіш Әділбеков те бар еді. Қасиетті Тараз жерінде қазақ хандығының 550 жылдық мерекесін құрметпен ұлы тойға әр ұлыстан келген ұлы мерекені бізде бірге қауышып, сол мерекеде шетелдік қазақтарменен мәдениет министрлігі ұйымдастырған жанашыр халықаралық қоғамдық қорының жүргізіп отырған жұмысы бастамалары негізінде шетелде тұратын қазақ диаспорасының өкілдерін қазақстандық қоғаммен ақпараттық жұмыс жүргізу үшін жұмылдыру жобасы бойынша келіп отырған жайым бар. Жанашыр қоры шетелдегі 30-ға жуық мәдени орталықтармен қазақ диаспорасының байланыс жасайды. Осы ақпарат топтың мүшесі болғандықтан 17 елден келген қандас бауырлармен бірге осы ақпараттық топта жүріп, тойды басынан бастап көруге. Бұл ақпараттық топ, яғни осы шетелдік бауырлар барлығымыз әуелі Алматы қаласында бастадық бұл тойды. Барлық ақпарат құралдарымен кездесу жасадық, газеттермен, басылымдармен, радио, телевидениеға толық сұхбаттарын беріп, шетелден келген қандас бауырларымыз осы екі елдің арасындағы байланыс жайлы, қазақ хандығы жайлы, қазақ елінің тарихы жайлы, салт дәстүріміз жайлы әрбір кездесуде өздерінің жақсы пікірлерін баяндады. Бұл ұлы мереке 550 жылдық біздің бабаларымыздың қанымен келген мереке. Осы тәуелсіздігіміздің ендігі мәселе сақталуында, осы тәуелсіздігімізді баянды болғай дегіміз келеді жас ұрпаққа. Ерекше бір айта кететін жағдай, ұлы тойға лайық өтті. Шетелден келген қандас бауырларымыз қатты риза болды. Ұлы қандарымыз Керей мен Жәнібекке орнатылған ескерткіштің ашылу құрметіне қатысып, елбасының ұлағат сөздерін тыңдап, көңілдері қош болып, риза болып, осы ұлы бабаларымыздың ашылған ескерткішінің өзі қазақ халқына рух бергендей. Осы ақпараттық топ мүшелерімен бірге жүргенде ұлы мерекеге өзімдік мен де бір үлес қосқан едім. 18, 19, 20 ғасырлардағы бұрын аты аталмаған, бірақ осы тәуелсіздіктің жаршылары болған ақын жыраулардың жыр термелерін сонау мұрағатта
Қазақстан алып дискіге түсірген еді. Сөйтіп оны Жетісу жыр мектеп үлгісімен жырлап едім. 2 сағат 15 минут жырланатын осы компакт дискім осы ұлы тойға тарту ретінде өзімнің қосқан үлесім еді. Жас ұрпаққа үлгі болсын, жол болсын деп. Әрбір кездесуде шетелдік қонақтармен бірге жүрген жерде осы жыр термені айтып, дәріптеп, халыққа, жас ұрпаққа бабаларымыздың сөзін жеткіздім. Ал енді тойға шашу ретінде бір терме орындап берейін. Қазақ даласы дүбірге толған сол бір күн. Қазақ ел үшін тағылымы терең, теңдессіз мерейтой. Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған алыстағы ағайын хабарының кезекті санын мерейтойға сый ретіндегі осы жыр шашумен аяқтаймыз. Хабарды дайындаған Жазира Амантай, дыбысын үндестірген Асхат Асханбек. Әуе толқынында қайта тілдескенше аман сау болыңыздар. Әуелі бұрын бастаймын бісміллә сөздің берені. Рахыман рахым одан кейін келеді. Жаратушы тәңірдің рахымы кеңеді. Дүниені жаратып рахымын төгеді. Ай мен күнді жаратып, күн мен түнді бөледі. Жандыларды жаратып, рызғы өмір береді. Жер мен көктер теңізден рызғысын тереді. Қысы жазы 4 маусым қолынан кімнің келеді. Көктем менен жаз маусым дүниені жебеді. Жан-жануар өсімдік өркендеп өсіп өнеді. Мұның бәрі осындай құдіреттің шебері. Адам артық жанды да ақыл ойдың зерегі. Жаралғалы дүние кім келіп кімдер кетпеді. 4 кітаптың ішінде Құранның толық кемелі. Құдай біреу Құран үшін, пайғамбар хақ сенелі. Ғибадат тағат құлшылық ақыреттің керегі. Кәрі жасқа қарамай күні бітсе өледі. О уақытқа риза пендесі соған көнеді. Адам пенде біледі дүниенің жалғанын. Көріп жүрміз дүние бірден бірге қалғанын. Аз өмірде адалдан жинау керек мал жанын. Біле тұра нәпсіге келіспейді азғаның. Зұлымдықпен қулықпен кіс ақысын алмағын. Тіршілікте азғынсың, өлсің тарттың зардабын. Адалдық пен әділдік осы жолды таңдағын. Елдің нәмін пылғама, атаға дақ салмағын. Ар-ұяттан безбегін, адамдықтан таймағын.